Сәлем бердік баршаңызға достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда шоколадный әрі ерекше дәмді жұмсақ болып дайындалатын булочки дайындаймыз. Ең алдымен табаққа жылы су, ашытқыны салып араластырып аласыздар. Қант және де балды саламыз. 2 жұмыртқаны шағып саласыздар. Барлық қоспаны араластырамыз. Онды илектен өткізіп саласыздар. Жұмсақ етіп қамыр илеп болған соң, бетіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, қайтадан қамырды илеп, жарты сағатқа ашытып қоямыз. Дайын болған қамырды бөлшектерге бөліп аласыздар. Менде 12 күлше дайын болды. Енді оны дөңгелек етіп аласыздар. Булочкидің қамырын формаға келтіріп алдық. Енді 15 минутқа бетін жауып тындырып қоясыздар. Бөлек ыдысқа 1 жұмыртқа және жұмыртқаның сары уызын саламыз. Қантты салып, қоспаны араластырып аласыздар. Бөлме температурасындағы еріген сары май және кофеге суды араластырып, қоспамызға құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, ұнды салып, қайтадан барлық қоспаны жақсылап араластырып аласыздар. Дәл видеодағыдай қою масса шығуы қажет. Дайын болған крем қоспасын булочкидің үстіне жағып шығамыз. «180 градуста жарты сағатта дайын болады». Булочкиіміз дайын болды. Ыстықтай кезінде ішіне ерітілген шоколадты құясыздар. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет шығады. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.